Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте керемет болып шығатын пиццаның бір түрін жасайтын боламыз. Осы жылы тренд болып жатқан осы пиццаны мен де жасап көрейін деп шештім. Ал мен бұны тек лаваш, шпинат қосылған лавашпен жасайтын боламын. Ол үшін біз лавашты осылай турап аламыз. Не қалың емес, не жұқа емес, орташа қалыңдықта өстіп турап аласыздар. Маған осындай 3 лаваш кетті. 3 дана лавашпен жасайтын боламын. Өстіп лаваштарымызды турап болғаннан кейін мен бұғаны жұмыртқаға салып араластырып аламын. Және соусқа бізде майонез және кетчуп. Сол майонез бен кетчупқа чеснокты езіп салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін оны қолданамыз. Видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Мінекей 5 жұмыртқа. Осы жұмыртқамызға жақсылап араластырып, тұз сеуіп жақсылап араластырамыз да, лавашты қосып жақсылап араластыратын боламыз. Және осы лавашқа қосып араластыратын кезде сырдың аз ғана бөлігін қосып жіберсеңіздер болады лавашпен бірге. Сүт қосамыз жұмыртқамызға. Мінекей біздің сұйық неміз дайын. Тұз қосып аласыздар дәміне қарай. Сырды теркадан өткізіп аламыз. Менде 2 түрлі сыр. Біреуі қатты твердый сыр сорты, ал екіншісі моцарелла. Мен бұл сырлардың барлығын өткізіп аламды. Лавашпен бірге жұмыртқаға салатын кезде кішкене бөлігін ғана саламын. Мінекей жұмыртқа, сыр және лаваш. Өсіп жақсылап жан-жағына орналастырып аламыз. Пергаментный бумагаға міндетті түрде жасайсыздар. Содан кейін үстіне колбасаны өстіп дөңгелетіп кесіп қойдым. Сіздер майдағып кесіп қойсаңыздар да болады. Және үстіне соусымыз, жаңағы кетчуп пен майонезді, чеснок үшеуін араластырып, осындай соус жасадым. Өте дәмді болады. Описаниясында барлық рецептіні толықтай қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте керемет болады екен. Көп уақытты да алмайды. Бар бұғаны 20 минут кетті. Мінекей қалған көп бөлігін сырдың үстіне септім. Енді 180 градуста 10-15 минут қана пісіріп аламыз. Сонымен біздің пиццамыз дайын. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Және лавашы кеуіп қалып, қатып қалып, сондай болады деп қорықпасаңыздар да болады. Өйткені сүт қосылған лавашқа салып алдық, сондықтан өте жұмсақ болады. Қараңыздар, қандай керемет, өте дәмді болып шықты. Сіздермен болған Айгерім Ассо.